Жоғарыдағы айтылғандан, егер біз махаббаттың жыныстық энергиясын сақтап, көбейтетін болсақ, онда бұл керемет, толыққанды денсаулыққа және белсенді, бақытты, ұзақ өмірге сүруге әкеледі. Бұл жігіттерге, ерлерге, сондай-ақ қыздарға, әйелдерге қатысты. Сүю және сүйікті болу. 14 жастан 70 жасқа дейін жас өспірімдер, ұлдар, ер адамдар, күйеулер, біз сізге төзімді, күшті, тартымды, әдемі, қалаулы, сексуалды, үйлесімді, ұзаққа созылатын потенциалды арттыруға, белсіздіктен арылуға көмектесеміз. Егер сіз үнемі махаббаттың жыныстық энергиясынан жоғалтсаңыз, онда бұл энергия азаяды, таусылады және кәрілік, ауру, импотенция, фригиттілік тезірек келеді. Толыққанды, қуанышты, бақытты, ұзақ өмір сүру үшін телефонмен хабарлассаңыз болады. +7 771 29 25 704. Махаббат шырынын жоғалтқан кезде, жігіт тұқымын шашқанда, ұрығын атқылағанда, ер адамдар көп күш қуатын жоғалтады және қалпына келу үшін бірнеше күн қажет. Біздің денеміз үнемі қоректік пайдалы заттар бірінші жоғалған сперматозоидтарды қалпына келтіруге арналады, тұқымды сақтауға арналады. Ал содан кейін қалған ағзамыздың мүшелері осы пайдалы затты содан кейін алады. Оларға жетіспейді пайдалы заттар. Сондықтан бұл көп жаман оқиғаларға алып келеді. Есте сақтау қабілетіміз азаяды, біртіндеп төмендейді және жоғалады. Физикалық және ақыл-ой қабілеттеріміз төмендейді. Содан кейін көру, есту, сезім талдықтар нашарлайды. Барлық гормондар, ферменттер азаяды. Себебі пайдалы заттың бәрі бірінші ұрықты, тұқымды толтыру керек. Содан кейін ғана басқа мүшелерге көмегі болады. Осы бәрі ер мен әйелдердің потенциалын төмендейді, импотенция алып келеді, фригиттік алып келеді, бас айнала бастайды, қан қысымы жоғарылайды немесе төмендейді, ұйқысы бұзылады, депрессия болады, иммунитет төмендейді, ашуланшықтар көбейеді, созылмалы шаршау синдром жиі болады, қан диабетіне алып келуі мүмкін, сирек немесе жиі жүрек соғысы болады, тахикардия, брадикардия дейді. Бұл тағы да семіздікке алып келуі мүмкін, шаш түсе бастайды, іш кебе бастайды, ауыздан және денеден жағымсыз иіс шығады.